Қайырлы күн, құрметті оқушылар. Сіздерге берілген есеп осы график. X-тің уақытқа тәуелді графигі берілген. Енді балалар біз бірінші дененің, екінші дененің және үшінші дененің, яғни кезігетін жері мен уақытын табу керекпіз. Ол үшін балалар біз қозғалыс заңының теңдеуін қолданып, мына графиктердің теңдеуін анықтайық. Сіздерге бірінші денені көрсетейін. Сарымен бояйын, міне. Сары түспен көрсетсем, мында балалар былай кетіп жатыр, міне. Енді берілген жазамын. Дене жазбас бұрын балалар қозғалыс заңының теңдеуін жазып алайық. X тең болады x0 қосылған жылдамдық көбейтілген t. Так, x0 бар ма бізде? Бар. x0 тінтурмен жазып отырмын да, жазу ыңғайсыздау, x0 тең болады 5 метр. Дененің бастапқы орны 5 метр. Бізде не жоқ? Жылдамдық жоқ. Жылдамдықты анықтау үшін v тең болады. Дененің соңғы орнынан бастапқы орынды азайтамыз. Уақытта тура солай t-дан t0-ді азайтамыз. V тең болады. Дененің соңғы орны да бастапқы орны да 5. 5 минус 5. Соңғы уақытты қарайық балалар, міне. Бір бөлігі, міне 5, 10, 15, 20, 25. Яғни 25-тен азайтамын 0-ді, бастапқы уақыт 0-ді. Так, тең болады 5, 5, 0, 0 санға бөлсең 0 шығады екен. Енді не істейміз балалар? Міне, қызылмен бояп отырмын, Мына мәнді апарып, мынаған қоямыз. Мынаған апарып, мынаны қоямыз. Сонда бірінші графиктің теңдеуі x тең болады 5 қосылған 0 көбейтілген t дейміз. Мынау 0 болады, сонда x 1 тең болады. Неше дейміз? 5 метр дейміз, не балалар? Міне бұл бізде бірінші дененің несі екен? Графигі. Графигі бойынша берілген теңдеу. Осылай қозғалыс заңының теңдеуін жаза отырып,